Біздің ғалам өткен ғасыр құпиясын қойнына сақтап, сырын әлі де ешкімге аша қоймаған жұмбақ жерлерге толы. Тарих тұңғиығын зерттеген сайын, сиқыры мен таңданарлық ерекшелігі мол сұраққа жауап іздеумен келеміз. Үстірт қыраты, сақ, сармат, моңғол секілді көне халықтардың ізін сақтаған бірден бір жер. Бұл Арал мен Каспий теңіздерінің аралығындағы аумақ. Үстірт 5-10 миллион жыл бұрын пайда болған тасты шөлейт. Биіктігі 60-тан 341 метрге дейін жететін қырат. Үстірт аумағында Маңғыстау облысы, Қарақалпақстан, солтүстік Түркмения орналасқан. Үстірт деген ежелден келе жатқан қазақтың ата мекені. Үстіртте өзге сөзбен айтқанда өркениеттердің кездесу жері болған еді. Мысалы айтайық, біздің эрамызға дейінгі 3-ші ғасырда бастап, біздің эрамыздың 4-ші ғасырға дейін бұл жерде қоныстанған савраматтар еді. Осы күнге дейін де ғалымдардың арасында талас бар. Кімдер савраматтар? Оны өздеріне орыс елі де тартады. Керек болса украиндарды өзіне тартады. Немесе айтайық, бүкіл барлық орталық Азиядағы тұрған халықтарды өзіне тартады. Шындығымен айтқанда, савраматтар ежелгі қазақтардың ата-бабалары. Савраматтардың үстірттегі қоныстары, одан кейін қорғандары, өзге алғанда обалары өте көп кездеседі. Кей жерлерінде тіпті 500-ге жақын кездеседі. Міне 7 ғасырда осы жерде өмір сүрген савраматтар әрине өздерінің ізін қалдырған еді. Бірнеше ғасырдан бері ұлы көші-қон куәгері болған Шөлейт аймағында 60-қа жуық неолит тұрағы табылды. Осы жерде бір ерекше мәдениеті нұсқалар қалыптасқан. Оның бір себептері да бар. Ең алдыменен шөлді жер, екінші жерден бұл енді шөлді жер болғаннан кейін бұл жерде үлкен тарихи миграциялық процестердің бір шетінде қалған сияқты болып көрінеді бұлай бір қарағанда. Бірақ шын мәнісінде бұлай тереңдеп зерттеп қарайтын болсақ, бұның өзі бір этникалық тұрғыдан бәле басқа тұрғыдан алғанда бір үлкен бір қалта немесе резервуар сияқты үлкен миграциялық бұлай толқындардың барлығы барып, сол жерге барып тіреліп, өздерінің ізін қалтырған сияқты болып көрінеді. Өйткені сонау тас дәуірінен бастап кейінгі осы этнографиялық кейінгі дәуірге дейінгі мәдениеттердің барлық жұрнақтарын осы жерден табуға болады. Және де тарихи сабақтастықты дағы іздеп табуға болады. Сонымен қатар, қырат аумағында тарихи құндылығы зор көне мазарлар бар. Жергілікті халық аузындағы аңыз бойынша, қазіргі Маңғыстау жерінде 300-ден астам әулие тұрған деседі. Сармат дәуіріндегі ғибадатханалардың айналасында кейбіреулердің, мысалы, Бәйтеменен Қызылүйікті алатын болсақ, сол ғибадатхана храмның айналасында жауынгерлердің статуялары тұр. Бәрі сол 5 қаруменен қаруланған, ол заманның ағымына бағытына байланысты, заманның енді мазмұнына байланысты. Сармат дәуірі бұл ежелгі көшпелілердің ең бір өркениетінің жоғары дамып, өркендеген кезеңдерінің бірі, және дағы солардың ең негізгі тіректерінің бірі жаугершілік, әскери іс болатын. Қабырға мен тасқа қашылған суреттер этнос жайында бірнеше ғасыр сырын шертетін тарихи құндылық. Мұндай суреттер тамдар мен мазарлар қабырғасында көптеп кездеседі. Салынған суреттердің басты тақырыбы салт атты жауынгерлер. Әскери мәнге толы суретте жауынгерлердің түр келбеті анық салынбаса да, қару-жарақтары тәптіштеп көрсетіліп, айқын түсірілген. Негізгі идеясы, бұл негізгі идеясы олардың салт атты жауынгер деген бұлай тұжырымға келдік. Мысалы, көне түркі замандарында, Оғыз Қыпшақ заманында сол негізгі идеологиялық персонаж, кейіпкер
өнердің кейіпкері, жалпы мифологиясының, эпостың кейіпкері салт атты батыр ғой. Осы салт атты батырдың образы кейіннен барып жаңағы 17-20 ғасырдың басына дейінгі салынған Адайдың гравюраларында, графикасында сақталған. Олардың негізгі кейіпкері салт атты жауынгер ер адам, сол ер адамның жасаған ерліктері. Суреттің келесі тақырыбы аң аулау мен көші қонға арналған. Жоғарыда айтылған өмір салтына сай кеңінен қолданатын жылқы, түйе және басқа да түлік суретін керемет келтірген. Сонымен бірге түрлі үй шаруасындағы тұрмыстық қолданыстағы заттар да сырт қалмаған. Бұл суреттер ескерткіштер мен құлыптастарда, жәдігерлерде бейнеленген. Барлығының негізінде атты жауынгер тұрғаны сөзсіз. Көне түркі заманындағы гравюралы солай болған, соқтан алғанда олардың тек қана техникалық жағынан ғана айырмашылығы бар, ал сюжет жағынан сол ертедегі бағыт сол кездерде сақталынған. Үстірт аумағында ТМД территориясындағы ең терең нүкте Қарақия шұңғымасы орналасқан. Тереңдігі 132 метр. Мұның маңында пирамида тектес Шерқала тауы бар. Ерекше тауды көргендер оны ұйықтап жатқан арыстанға ұқсатады. Шерқала деген үлкен табиғи төбе ғой. Оның ол туралы көптеген аңыз әңгімелер қазір халықтың арасында сақталып қалған. Содан кейін Шерқаланың айналасында Қызылқаладан басқадағы сол орта ғасырдан жоғарыда бұрынғы бір қоныстар, поселение дейді, қоныстардың іздері сақталып қалған. Сармат дәуіріне жататын, сол аландар дәуіріне жататын ба сондай. Көненің көзін көрген кісілер мұнда ұзындығы 300 метрге жететін қамал болған деседі. Аңызға сүйенсек, қазақтың кейбір рулары түрікмен халқы тұрған Шерқала қалашығын жаулап алмақ ниетпен бірнеше шабуыл жасайды. Бірақ бұл ойдан түк шықпаған соң қаланы қоршап алып 4 айға жуық күтеді. Алайда түрікмендер еш қайыспай, соңына дейін төтеп берген. Туындайтын сұрақ, жан-жағы қоршалған қала тұрғындары сусыз қалай шыдап тұрған? Әлде қала астында қазылған құдық бар ма? Сонда қамалды қоршағандар ұзақ күтпей құдықты іздеуге шығады. Қазып әбден шаршаған соң ақыры сол құдықты табады. Сусыз ұзаққа шыдай алмаған қала өздерінің қамалын ашады. Бұл жауынгерлер үшін шексіз бақыт сыйлаған олжа болатын. Себебі Шерқала арқылы Хорезм шах керуен жолдар өткен. Ол ұлы Хиуа мен Ембі, Еділ бойларын жалғап тұрған көпір болатын. Ал жол жиегі керуен сарай, қолөнер шеберлері, аңшылар мен түрлі саудагерлердің ошағы болған. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде қала тұрғындары өте дәулетті болғанын аңғару қиын емес. Үстірттің бойы толған керуен сарай. Оның жан-жақтан, мысалы, Хорезм жақтан жүретін керуен жолдар, содан кейін Иран жақтан келетін жолдар, Шығыс Европаға баратын жолдар, әрбір 50 километр, 40 километр сайын қазіргі кезде осы орта ғасырлық керуен сарайлар ашылып отыр. Тек қана керуен сарайлар емес, осы Каспий теңіздің жағасында орналасқан орта ғасырлық қалалар да ашылып жатыр қазір. Енді түк жоқ, сол шөл даланың арасында қалалық өркениет болу мүмкін емес деп ойлайтын бұрын. Қазір кезде қарасақ, осы анау оңтүстіктегі Сырдарияның бойындағы Сырдарияның ортасындағы үлкен қалалық өркениет бар ғой, солардан кем түспейтін қалалардың орындары ашылып жатыр. Солардың ішінде мысалы Қызылқала деген бар, Қарақабақ деген бар. Қызылқала керуен сарай емес, керуен сарай деген ол тек қана уақытша ғана керуендердің келіп тұратын бір қонысы, бекінісі ғана ғой. Мұнда бұның Қызылқаланың мысалы сақталып қалған қорған қамалының биіктігі, қазіргі сақталған биіктігі өзі 3 метрден аса тастан жасалған, және дағы оның көлденеңі ені бір 2-3 метрге жететін үлкен тастан жасаған үлкен қамал. Енді ондай қамалды жасау үшін әрине бұл қаланың ерекше бір орны болу керек. Сондықтан да бұл жерде алғашқы қазба жұмыстарының нәтижесін қарайтын болсақ, бұл жерде үлкен өндіріс болған, металлургия дамыған, содан кейін қол өнерісі дамыған,
содан кейін теңізге жақын. Қызылқала тек қана үлкен сауда және мәдени қолөнер орталығы болған жоқ. Бұл енді сол Ұлы Жібек жолының осы бір тармағындағы ең бір негізгі орталықтарының бірі болған. Барлық енді жан-жақта мына жағында теңіз бар, мына жағы үлкен дала, жан-жақтан Хорезмнен келетін, Ираннан келетін керуендердің барлығы осы жерде тоқтаған. Содан кейін ана жерден осы өзіне керекті дүниелерді алып, керекті дүниелерді сатып деген сияқты одан ары қарай жылжыған. Оңтүстік үстірттің Оғланды деген жерінде қазақ халқы үшін сыйлы әрі орны бөлек ескерткіштердің бірі Бекет ата мешіті бар. Мешіт ішінде қазақтың пәлсапашы, ағартушысы Мекет Мырзағұлұлының өзі жерленген. Бекет ата жас шағында аты жер жарған жауынгер, даңқты қолбасшы болған. Кейінірек өз жерінде тыныштық орнату үшін дінге бет бұрып, исламның сопылық жолын ұстанады. Мешіт медресе ашып, балаларды білімге баулып, халық арасында ағартушылық, насихатпен айналысады. Бүкіл ғұмырын сопылық ілімге арнаған Бекет ата бірнеше мешіт салды. Олар Ембі, Арал жағалауы және ескі Бейнеудегі Құдық жанында, яғни Оғландыда орналасқан. Мынандай сұрақ туы мүмкін. Неліктен бұл жер сондай қасиетті болыпты? Неменеден? Оның жазы өте ыстық келеді. Қысы өте суық, жерлі қатты қатаң суық. Ал осындай жер неге сондай қасиетті болады? Оның тағы да бір үлкен жағдайы, оны енді егерде біз дін еңбектерді байқасақ, дінге көңіл бөлсек, осы жерде адам баласы көп уақыттан бері күнге болсын, айға болсын, бағына табынып жүрген еді. Ортағасырлық суфизмнің дамуына байланысты үңгірлерге келетін болсақ, енді солардың ішіндегі ең мықтысы Шақпақ ата дейміз ғой. Шақпақ атаның ана қазған, өңгірлеп қазған кезде, мешіт салған кезде, соның топырақтарының барлығы енді есіктің алдына шығарып тастайды ғой. Сол топырақтарының арасынан атып алды дейді, күресіндерінен. Солардың арасынан 14 ғасырдың қышқы мұраларының сынықтары табылды. Соның негізінде, соның болжам ретінде, соның негізінде енді сол жаңағы жерасты мешіттерінің кейбіреулері Алтын Орда дәуірінде салынуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Сондықтан кейбір жазба деректерінің сүйенсек, сонда олардағы осы Алтын Орда дәуірінде жаңағы ислам дінінің таралу процесі осы өңірде, осы әсіресе өзбек ханнан кейінгі кезеңдерде осы жиілей бастаған. Соларды таратуға жаңағы қанакаларда, жерасты мешіттерінде тұратын адамдардың атқарған рөлі өте мықты болған. Ақтау қаласынан Бекет ата жерасты мешітіне дейін 300 шақырым жер. Біздің жүргізуші Сыдиық туыс Түркменнен келген оралман. Ата мекенге 90-шы жылдардың ортасында оралған ол, әулие жерлерге сыйынуға келетін қонақтарды тасымалдаумен айналысып келеді. Сыдиық жолды қысқартудың хас шебері. Ол айтқан аңыз бен әңгімелер қонақтарды тарихпен таныстырып қана қоймай, оларға ой салатыны бар. Бекет атамыз Шопан атаға келіп түнеген ғой 3 күн. Екінші күн түнегенде айтады: сен білімді ана Өзбекстан жеріндегі Пақыржан қожадан білім ал дейді. 3-ші күн түнеген кезінде Бекет атамызға мен саған ақ пырақ ат берем дейді. Сол ақ пырақ атпен барасың деп, таңертең ерте тұрса ақ пырақ ат тұрады. Сол ақ пырақ атпенен Хиваға Пақыржан қожаға барады. Барғаннан кейін ақ пырақ атымыз ғайып болып кетеді. Сол жерден Бекет атамыз ілім алып, болғаннан кейін жаңағы Бекет атамызға асатаяғын өзі бергісі келеді, бірақ ана өз тумалары ренжіп қалып жүреме деп, осы асатаяқты көкке лақтырамын дейді. Кім тауып алса, сол асатаяқты мен батамды сол кісіге беремін дейді. Содан кейін
асатаяқтан көкке лақтырып жібереді. Лақтырып жіберген кезінде жаңағы балдардың бәрі сол асатаяқты мен тауып келем деп жүгіріп іздеуге кетіп қалады. Бекет атамыз болса орнында қозғалмай отыра береді. Ай сен бала нағып отырсың деген кезінде асатаяқ көкке ұшып кетті дейді. Оны өзім тауып аламын дейді, батаңызды маған бере беріңіз дейді. Содан Бекет атамызға батасын береді. Бекет атамыз өз еліне келеді, келгенде осы Оғланды тауына келеді. Оғланды тауы дегеніміз жаңағы Бекет атамыздың жатқан жері. Хорезмге бастайтын керуен жолының бойы жартас ішінде жер асты Шопан ата мешіті орналасқан. Ертеректе бұл жерді Оғыз, Қыпшақ, Ноғай, Түркмен, ал кейінірек қазақ руларынан Адай, Тама, Табын және Беріштер мекен еткен. Жер төлелердің көпшілігі табиғат құбылыстарының салдарынан өзгеріске ұшырап бұзылған. Адамдар да бұл жерді айналып өткен емес. Бірі моланың тасын ұрлап жатса, екіншісі керісінше әулие жерді мадақтап, үлкен мавзолей салып жатады. Қазіргі кезде қазақ заманының мавзолейлерін алатын болсақ, күмбезді. Сол күмбезді ғимараттардың барлығы Сарматтар дәуірінде салынған екенін басқа жерлерде жоқ. Дәл өзі. Содан кейін сыртқы формасын алып қарайтын болсақ, жаңағы Қызылүйек бәйте деген біздер қазып жатқан Сарматтардың храмын. Содан кейін осының айналасында осы 10 километр радиуста орналасқан қазақтардың бейіттерін алып қарайтын болсақ, неменелерін, мавзолейлерін, мазарларын. Екеуінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ сияқты. Тарихи сабақтастық ешқашандағы бұл жерде үзілмеген десек, сол бір-біріне жалғасып жатқан мәдени құбылыс, осыдан алып қараған енді Сарматты қазақ деп айтуға болмайды, бірақ тағы Сарматтарды қазақтардың ата-бабалары деп айтуға толық правамыз бар, құқымыз бар. Ел аузындағы аңызға сенсек, Шопан ата Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті болған екен. Бірде Ахмет Яссауи сабақ соңынан кейін шәкірттерін жинап алып, бір киіз үйге алып келеді. Осы жерден әрқайсысына садақпен атуға ұсыныс жасайды. Жебесінің ұшы тиген жерде сопылық ілімді уағыздау, насихаттауды шарт еткен. Шәкірттерінің бірі өз жебесін таудың арасында тұрып жатқан Баян есімді байдың ауылынан табады. Соның қарамағына Шопан болып, қызмет істеп жүрген жігіттің жай еместігін байқаған Баян өз қызын Шопанға қосып, той жасайды. Кейінірек Шопан ата сол жерден жер асты мешітін салды. Мұсылман дінінде айтайық, мешіт деген өте қасиетті жер, ислам дінінде. Ал неліктен ол жердің астына кетіп қалған сияқтыдай болып тұр дейді. Бірақ та оның тағы бір, ол енді болжам, гипотеза ретінде айтайық, оның суфистікте бір ағымдары болсын ба, ілімдері болсын ба, сондай түрі де байқалынып кетеді. Міне содан кейін де егер айтсақ, ол нағыз шаманистік болсын, ежелгі тәңірі табынушылық болсын, ислам табынушылығы болсын, бүкіл барын бір синтезін жасаған осындай бір үлкен қасиетті жер болып тұр. Шопан ата жер төлесінен Бекет ата жерасты мешітіне дейін оңтүстік батыс бағытында 100 шақырым жер. Бұл жерлерді адам аяғы баспаған деп айту қиын. Өйткені Үстірт пен Маңғыстау төңірегіндегі әулие жерлерге бүкіл Қазақстанның түпкір-түпкірінен сиынушылар жиналып жатады. Олардан алыс жақын шетелдегі түркі тілдес бауырларымыз да кенде емес. Жергілікті халық арасында мынадай сенім бар. Егер Бекет ата әруағы сиынушыларды жылы шыраймен күтіп алған болса, жол жөнекей жабайы аңдар кездеседі. Шын мәнісінде Үстірттің осы аймағында арқарлар көптеп кездеседі. Жабайы аң мекен еткен бұл территория заңмен қорғалуда. Аңшылар да ұлы Бекет ата әруағын сыйлап, бұл жерден аң аулауға аяқ тартады. Сондықтан арқар да ұлан байтақ жерде еш қорқынышсыз мекен етуде. Үстірт жер шарындағы ең жұмбақ әрі аз зерттелген географиялық аймақ болып есептелінеді. Тіпті Амазонка өзені мен Антарктида ғалымдарға өз сырын ашып болды. Көп құпия бұғып жатқан бұл шөлейт көпшіліктің назарын өзіне аударуда. Мысалы, бұл жерден сиқырлы, ғажайып дүниелер кездесіп жатады. Солардың бірі белгісіз ұшқыш объектілердің жергілікті халыққа жиі көрінуі.
Осы жердің тұрғылықты мекендеушілерінің сөзіне сенсек, үстірттің үстінен қаптаған бұлтты көру мүмкін емес. Болса да бірнеше уақыттан соң бір тамшысын жерге түсірмей, желмен айдап кетеді екен. Үстіртті жүйелі түрде зерттеу жаңа ғана басталды. Мынау совет заманында көбінесе ол жерлерде археологтар емес, әлгі мұнайшылар, геологтар, басқалар көбінде жұмыс істеген, ал енді археологтар о жаққа көп бара бермеген. Енді тиіп қашып барған істелген жұмыстар болды, ал енді жүйелі түрде атқарыла бастаған жұмыстар мінекей жаңа басталды. Қазіргі таңда Маңғыстау үлкен археологиялық қорық. Мемлекеттік қорғауда тұрған 11 мыңнан астам тарихи ескерткіштерді құрайтын ашық аспан астындағы алып музей. Бұл тасқа қашалған мыңдаған өлең суреттер, еш жерге қайталанбас ерекше мешіттер мен жертөлелердің мекені. Археологтардың өздері ашып болмаған құпия мен жұмбақ мемлекет. Ғалымдар әулие даланы зерттеуге енді мүмкіндік алып отыр. Бұл бізді талай тамсандыратын, тарих бетіне түсуге дайын жаңа ғылыми жаңалықтар деген сөз.